Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін ең дәмді жасалатын тефтелидің рецебін ұсынамын. Ол үшін бізге сиыр етінен тартылған фарш, шала пістірілген күріш, бір пияз, тұз, бұрыш қажет. Алдыменен шала пістірілген күрішімізді фаршымызға саламыз, тартылған етімізге. Кейін пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде ескеретін жағдай, пиязды мейлінше ұсақ етіп турауға тырысыңыздар. Себебі ұсақ туралған пияз жаңағы фарштың ішінде қатты білінбейді. Сонда дәмі де дәмдірек болады, және де дөңгелетіп шарик жасаған кезде де жаңағы қатты түйіршіктері қолыңызға ілікпейді. Жаңағы осы пиязымызды турап, қазір фаршымызға саламыз. Кейін тұз бұрышын қосамыз. Мен тұз бен бұрышты, қыздар, көз мөлшерімен қосамын. Нақты өлшемін айта алмаймын. Сондықтан да өздеріңізде жаңағы қалай ыңғайлы, солай етіп тұз бен бұрышын қосасыздар. Мен әрқашан тұзды қолмен қосам, маған солай ыңғайлы. Мен солай жаңағы мөлшерін біле аламын тамақтың. Сол себепті тұз бенен бұрышын қосу керек болады. Кейін осы жаңағы начинкамызды, яғни тефтелімізді холодильникке бір 20 минутке қойып қоюымыз керек болады. Сонда яғни тұз бенен бұрышы етімізге сіңіп жақсы болады. Барлығын осылай араластырып 20 минутке холодильникке қойып қоямын. Кейін холодильниктен аламыз. 20 минут қойып қойғаннан кейін енді осылай жаңағы қолменен тефтелидің размерін жасаймыз. Қыздар, размерін мен үлкен қасықпенен алып отырдым. Яғни үлкен қасықпенен үлкен шариктар жасадым. Лайфхак деп айтайын, егер қолыңызды суға малып отырсаңыздар, тефтелилар өте ыңғайлы дөңгелектелінеді. Осылай менің жаңағы мынау мөлшердегі, төменде көрсетілген мөлшердегі етпенен жаңағы жалпы 11 тефтелима сондай шықты. Мен кішкене размерін үлкендеу етіп жасаймын. Үлкен етіп бір жаңағы қасықпенен полный дейді ғой, сондай алып осылай дөңгелек шариктар жасап аламыз. Дөңгелек шариктар жасап болғаннан кейін біз қазір зажаркасын жасайтын боламыз. Қазір барлығын рет-ретімен сіздерге айтып отырамын. Қыздар, енді зажаркасын жасаймыз. Ол үшін бізге бар жоғы пияз, сәбіз және де бір қызанақ қажет болады. Қызанақ жалпы міндетті емес, бірақ мен қолданамын, сонда өте дәмді болады. Пиязымызды ұсақ етіп турап аламыз. Кейін морковьті, яғни сәбізімізді өткізгіштен, яғни өткізуге болады, немесе турауға болады. Мен жаңағы теркамен өткіздім. Кейін помидорымыздың жаңағы артық жерлерін алып тастап, оны да жаңағы ұсақ төпішті етіп тураймыз. Үстіне сұйық май құямыз міндетті түрде, және де газға қойып, суы тартылғанша, яғни қызанақтың суы тартылғанша жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Яғни газға қойып араластырып отырамыз. Жаңағы қызанағымыздың суы біраз тартылуы тиіс болады. Міне сәл тартылды менде. Сосын мен бір ас қасық томат қостым. Қыздар, барлық видеода айтылып отырған ингредиенттердің барлығы төменде көрсетіледі. Міндетті түрде төменнен қарап алсаңыздар болады. Енді томатымызды араластырып аламыз. Кейін біз бұған су құятын боламыз. Мен жалпы кесе, яғни 200 миллиграммдық кесеменен 2 кесе су құйдым. Сосын судың қайнағанын күту керек болады. Су қайнағаннан кейін тефтелиларымызды суға саламыз. Және де крышкасын жауып, газдан астына ақырын басып 40 минуттай пісіретін боламыз. Мен гарнирге күріш жасадым, яғни күрішке аздап жүгері қостым.
гарнирімді дайындап қойдым. Енді 40 минуттан кейін мен тефтелем пісті. Осылайынан гарнирдің жанына тефтелеті саламыз. Астарыңыз дәмді болсын.